Мынау суретке көбі өзгерістер енгіздім. Мынаның ашық жерлерінің бәрін жауып өрнектерін көбейттім. Сөйтіп енді осыны, бұл өте ұзақ тоқылады. Міне қазір басын тоқып бітірдім. Басын бітейін деп қалды. 2 күн болды ғой осыны тоқып жатқаным өзі. Тура краскамен бояп жатқан сияқты. Сондай бір әдемі шығып жатыр енді. Енді қалған денесін бәрін осылай тоқи береміз. Қазір жібім бітейін деп қалды. Мынандай әдіспен тоқып жатырмын енді. Өйткені пяльцеға тартып алған, қосқа рамаға тартып алған пяльце ретінде, кергіш ретінде тартып аламыз, өте үлкен. Сондықтан да бетінен алған қиындау болады екен. Сонымен астына өткізіп, астынан үстіне өткізіп, осылай кестелеп отырмын. Бір жағынан осылай кестелеген, міне астынан үстінен астына өткізем, астынан үстіне өткізем осылай. Сонда осы тартылмай жақсы кестеленеді екен. Осылай.